Қайырлы күн, қайырлы таң достар. Кереметтей көңіл күймен біз дайындық үстіндеміз. Құдай қаласа 14:30-да Евразия бірінші арнасы қосылу болсын. Қосылайық қосылу болсын, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін өтесіне қызық, Әлеш Тұрман оқиға толы эфир болғалы жатыр. Барлығыңызды күтеміз. Сәтті күн болсын. Студияда Мадина келді эфирге. Сіздер қуанатын боласыздар, құрметті оқырмандар. Бәрі іздеп жатыр ғой, Мадина қайда? Жолдан шығып кеткен. Шынымен ба? Иә, сағындық деп. Саған күшті, мен де қатты сағындым, особенно сізді сағындым, оқырмандарымды да сағындым күшті. Қалай барып қайттыңыз? Қайда болдыңыз? Қатты ауырдым, Шымкентте болдым, ем алдым, бір нәрселерді кестірдім, сол әлі жазылмай. Жағдайыңыз? Жақсы, сағынып келдім енді. Күйеуізде оңай емес қой, бірақ отыру керек енді, сол үшін тездетіп келдім ғой. Талаптарыңыз өзгерген жоқ? Сырттан ешкім тауып алған жоқсыз? Жоқ. Неге күлі? Мәссаған. Мына күлкінің артында бір сыры бар ғой. Жоқ, ешкім жоқ. Ал қатысушылар міне көріп тұрсыздар енді. Мен куә. Зарина, бүйтіп кеше бір оқырман жазыпты. Заринадан сұраңызшы, егер де бар, қыздар Зарина макияжсыз, бояусыз шықсын десе эфирге шыға ала ма деп. Иә, әрине шыға алады. Мен өзім прямой эфирларымда да шығатын болдым, негізі макияжсыз. Просто видите, барлық қыздар боянады негізі, но почему-то менің бояуым бәрінің көзіне түсіп қалады. Негізі менен де қатты бояндырады да басқа қыздар, но олар білмеймін қалай көрінбейтін, именно менің бояуым бәрінің көзіне түседі. Бұл эфир, жарық бар, бұл жерде камера бар. Сондықтан визажистер қалай бояу керек деп, ол кісілер өздері біледі, өз мамандары. Сондықтан басқа бір кісілер артық әңгіме айтпай қойса екен деп, ол кісілердің жұмысына. Солай, негізі шыға аласыз, иә? Макияжсыз, бояусыз шық деп айтса сізге. Я, если барлық қатысушылар шықатын болса, маған проблема емес. Егер сіз ғана бояусыз отырсаңыз ше? Просто бұрын мен негізі шынымен мүлде бояусыз жүрмейтін тұғым. Қазір ол нәрсе менде. Қалайсыз, Ақталғын? Жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бәрі дұрыс па? Иә. Аян, амен. Қалайсыз? Сөйлескен жоқпын әлі. Сөйлескен жоқсыз. Ренжіген жоқсыз ба бірге таныстықты жалғастырғанына? Ренжідіңіз ба? Сәл адамгершілік таныту керек еді деп ойлаймын. Білмеді, эфирде көресіздер, ойымды эфирде айтамын. Қандай ощущениеде болдым, не ойлап тұрмын, дальше қалай болады деген сияқты. Бірақ негізі шариғат кіріп келген кезде көп эмоция Заринада болған сияқты, ойлап қалды. Мен де анандай эмоциямды көрсетамай қалдым, шынымды айтайын, төбемнен бір су құйып жүргендей болды да. Кейіннен барып сезінемін да, мен ондай нәрсені момент сезіне алмай қаламын. Тұрып қалдым, негізі қатты жаман болып ше. Іштей жаман болдыңыз, иә? Иә, конечно. Көреміз енді дальше. Айжан ханым, осы сіздің кумиріңіз кім? Сәлеметсіз бе? Қай жағынан? Барлық жағынан. Білмеймін енді, жалпы өмірде кумиріңіз. Бір өнер адамына, бір әлемдік болсын. Ондай жоқ. Еліктейтін. Біреуге қызығып, қарамай кетшілігі. Мен өзім. Егер біреумен таңғы ас ішу мүмкіндігі болса, кіммен ішетін едіңіз? Балалармен ішетін едім. Енді балаларыңызбен так ішетін шығарсыз? Бір ерекше бір орында тамақ ішкім келсе, мысалы Парижде, мен балалармен ішкім келсе. Ал мен біреуді үлгі тұтып, соған қарап, фанатымын деп шыны керек айта алмаймын. Отбасыңызбен, демек балаларыңызбен шетелге шыққыңыз келеді, иә, Парижге барып. Солай екен, құрметті оқырмандар. Қалайсыз? Сәлеметсіз бе? Барлығы дұрыс. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Сөйтіп сіз Даниэльмен таныстықты жалғастырдыңыз, иә? Иә, жалғастырдым. Не айтасыз? Не айтасыз? Жоқ, енді айтуға кеше айтқандай, соңғы мүмкіндік болсын, бір-бірімізге соңғы мүмкіндікті бердік. Енді соны дұрысынан пайдаланамыз деген ой. Бұл жолы тойға дейін барады деген ойымыз бар, иә? Бұйырса. Сіз сізден мен сұрадым, қай ел деп айтқаныңызды. Бірақ есімде бір терезе туралы айтқаныңыз, иә? Мен Айжан ханым айтады, мен Парижде отбасыммен бірге таңғы ас ішетін едім дейді.
негізі мен сізге айтқан болатынмын, мен Барселона қаласында тұрғым келеді. Және мен үшін, білмеймін, енді болашақта сондай бір арманым бар да. Үй болады ғой, кто-то же мечтает, там большой дом. Менде, чтобы терезелері прям ұзын, прям до пола. Қыс кезінде әдемі қар жауатындай, ал жаз айында сөйтіп енді айтамыз ғой, например, мен өзім негізі теңіздің жағасында тұрғым келеді. Ол менің басты арманым. Және прям теңізге ашылатындай вид. Ал қысқы уақытта, кез келген уақытта өзімізге қыс организовать етуге болады ғой, басқа елге барып, ол жақта да бір үй қалаймын. Өйткені атмосфера, қар жауып тұрады, камин, оның барлығы өте керемет. Маған в основном модерн стиліндегі үйлер ұнайды. Не вот эти вот даже старинные и так далее. Алдыңғы жолы бізде жер сілкінісінен кейін қыздардың талабына жер үйі бар жігіттер керек деген қосылыпты. Сіз осыған қалай қарайсыз? Мен ойлаймын, жай ғана Алматыдан көшіп кетуге болатын сияқты. Не обязательно жер үй и так далее. Бірақ жер үй болса тоже круто. Өйткені мен итті де жақсы көремін да. Мысықты үйде ұстауға болады, ал итті тек қана енді жер үйде ұстауға ыңғайлырақ. Я хочу завести себе үлкен бір ит болады. Мәссаған. Армандар көп негізі. И у меня барлығында үлкен болса. Сіз мақсат? Жақсы, өзің қалайсың, Мейірім? Жақсымыз. Көңіл күйіңіз жоқ сияқты отырсыз? Жоқ, көңіл күй жақсы негізі. Бар ма? Сіздің кумиріңіз бар ма? Кумир? Иә. Үлгі тұтатын өмірде. Или бір кездесуді қалайтын? Жоқ, ондай ешқандай жоқ. Мен өзім кумир ретінде өзім ағаларымды, туысқандарымды көремін, мысалы. Мадина емес пе? Жоқ, Мадина емес. Мадина жерлесім ғой мен. Жерлесіңіз, иә. Мадинаның келгеніне қуанып тұрсыз ба? Иә, Мадинаның келгеніне қуанып тұрмын. Неге қуанбаймын? Жерлесім ғой. Бұл бақытты болса, мен қуанамын. Мадинаны Заринаны жақтамағандай жақтамай, барлық жаман пікір айтпайсыз ба? Жоқ, ситуация қорқып отқан сияқты, иә, сізден, иә? Қарап қойсаңыз маған қатты. Неге? Мадина сізге ұрысты ма әлде? Жоқ, ұрысқан жоқ, ешнәрсе маған. Әлібей, кеше сізге алғаш рет қолдаушыларыңыздан сыйлық келді, иә? Иә. Қандай сезімде болдыңыз? Өте қуаныштымын. Негізі ортада отырған кезде мен күтпедім шынымен. Мына жаққа қарап кімге келді екен деп ойлап отырғам, қыздардың біреусіне ма деп. Бірақ өте қуанышты болдым. Осы орайда айта кетейінші, енді Майя апай сізге көптен көп рахмет, Алла разы болсын. Кеше бір мәртебемді өсіріп, андай мәз болып шықтым, короче, студияда. Қатты ұнаттым. Жақсы ма екен сыйлық алған? Иә. Осы қыздарға алмаңдар деп айтасыздар ғой? Сыйлықтан бұрында просто қолдаушылардың қолдағаны, сосын мына жаққа келіп жаңағы сыйлық келген бір сәтті ерекше. Хат жазып жібергені оған, иә? Сізді қолдай бер. Соны біздің оқырмандар ойлайды, өздері жасайды деп. Бізді жасайды деп, мысалы, қанша ақша кетіріп біз оны неге жасаймыз деп ойланбайды, иә? Негізі мен кеше көрдім. Сізге хабарласты ма? Алдың ба деп? Хабарласқан жоқ, бірақ мен өзімнің сторисіме салып қойдым. Рахметімді білдіртіп, көңілімді айтып, өте қуанышты болдым. Үйге барып, мәз болып жүрмін, кәдімгі үйдегілерге сыйлық келді. Қуаныштымын. Сыйлық жетпей қалса бізге тыныштық жоқ қой. WhatsApp'та, Жандосқа да тыныштық жоқ, Instagram'да маған да тыныштық жоқ. Кісілерді де түсінуге болады. Иә, қанша ақшасын кетіріп біздің қатысушыларға. Уақытын осы жерге жолдап, сосын енді экраннан көріп отқан болғаннан кейін эмоциясы қалай болады, алмады ма дегеннен кейін ол кісілерге де енді түсінуге болады. Сол үшін жаман ойдан аулақ болыңыздар. Біз ешқашан өзімізге сыйлық бермейміз. Сыйлықты көрермен осы кімге, сол ғой, кімге ұнайды, мысалы, Әліби дей ма, Әлібиге, Зарина дей ма, Заринаға кім ұнайды, соған өздері, оқырман өзінің, көрермен өзінің ықыласын, ниетін, пейілін білдіреді. Айбек, сіз таңға ішу бір күшті адаммен мүмкіндігі бұйырса, кіммен бірге таңға ішетін едіңіз? Любой адам ба? Иә, әлемдегі прям. Аружан Жадылбекова десе. Жоқ. Ол актриса ма? Иә. Сосын? Кім? Скорее всего, Ники Минажбен. Сіз жалпы негізі футболды ұнатасыз ба? Иә, футбол, UFC, не бар? Бәрін ұнатамын. Кімге жанкүйер боласыз? Бавария. Бавария. Бұрын Левандовский ойнаған кезде соған болеть ететін, Баварияға бәрібір болеть етемін, потому что менің Гнабри, Сане деген күшті игрокторым бар.
Оны сен білмейсің. Сол үшін ол сұрақты қоймай ақ қой десеңізші. Өзің білетін сұрақтар қойып жүре берші. Ернар, Қайырлы күн. қайырлы күн, қалайсыз? Жақсы. Сіз кіммен ерекше адаммен таңғы ас ішу мүмкіндігі бұйырса, кіммен ішетін едіңіз? Марғұлан Сейсенбай. Сырымбек Тау. Әлемдік болса егер? Әлемдік болса ма? Мейлі ол қай ғасырда болсын маңызды емес, бірақ сондай мүмкіндік бұйырса. Стив шығар. Негізі осындай мотивационный бизнес адамдарын жақсы көресіз, иә? Конечно. Жарайды, осы кісілер болады дейсің. Қыздардан ше? Қыздардан? Қыздар дегеннен шығады, Қыздардан. Өзіміздің қазақстандықты айтса болады ма? Бәрібір, иә. Құралай бар ғой? Короче. Фильм түсіреді. Иә. Либо Ахмат Анур. Не білдіріп жүрсіз? Не білдіріппін? Ештеңе білдірген жоқсыз ба? Ештеңе білдірген жоқпын. Кеше не білдірдіңіз? Кеше бірдеңе білдірдім. Оны өздеріңізде көрдіңіздер деп қойсаңызшы. Иә, оны өздеріңіз көрдіңіздер енді. Амалын қарастырып көрдік. Бір жауабын алдық. Сіз таңғы ас ішу мүмкіндігі бұйырса, кез келген адаммен кіммен ішетін едіңіз? Кез келген прям әлемдегі қай ғасырда болсын маңызды емес десек. Маңызды емес па? Криштиану Роналдумен ішетін таңғы. Қыздардан ше? Қыздардан ба? Қыздардан айтпай қойшы ондай тип. Айтыңызшы, қызық емес па? Айтайын, точно тиім ба? Иә? Онда көп бәлде. Бывшаймен десең, Ойланып отыр, қай қызбен таңғы ас ішсе екен деп. Қай қыз дейсіздер ғой, Жаңағы қате болды, бірақ, Жаңағы қате болды, прикол болды негізінде. Еще көп шығарсыз де, қайсысын айтқаныңыз кім білсін? Жаман айттыңыз ғой сізді. Бабник қысат тұсадыңыз ғой. Емессіз ба не? Сізді айтты ғой, бабник, мачо деді ғой. Мен однолюбпін. Мәссаған. Мен тату однолюбпін ше, мен киімімді күнде, бірақ ол біз киім көп тұрсыздар ма? 1000 киімім болса да сол киімдер кіредім ғой, негізінде. Сен екен. Сонымен мен былай айтайыншы сіздерге. Ойланып көрмедіңіз ба ондай бір қызды ұнатып, бір әлемдік кәдімгі актриса, әнші деген, мына қыз күшті деген, Қазақстанның болсын. Мен өйтіп етпейді екен, шыны керекші бір прям бет фанатит етпеймін екен. Қалайсыз, Нұрсұлтан? Нормально. Сіз кеше не білдірдіңіз? Кеше ешнәрсе өлдірген жоқ, қыздан отказал. Бірінші рет өмірім. Соны көтере алмай кешке әлі бірдеңе білдірді деп естіп жатырмын. Не бүлдіріп? Оны эфирде айтатын боламыз, құрметті оқырмандар. Сіз егер таңғы ас ішу мүмкіндігі бұйырса, әлемдегі кез келген адаммен кіммен ішетін едіңіз? Ақботан болмен ше. Сосын? Шайды шығарған адаммен ше. Кімді? Шайдың өзін шығарған адаммен ше. Шай шығарған адаммен ба? Фантазиям күшті, иә. Шайхорсыз ба сіз? Чемпион чайы болса, иә. Мәссаған. Қалай кетті?